Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге кішігірім ванный наборды жасап үйрететін боламын. Бұл жерде бірнеше формаларды қолданатын боламыз. Және суды, гипсті формаға дәл өлшеуді осы сабағымда үйретемін. Ал лактеу грунтовкалауды мен келесі видеомда көрсететін боламын. Олай болса бастайық. Ең алдымен бізге қажетті заттардың бірі, бізде скульптор гипсі 25 килограмдық осындай скульптор гипсін қолданатын боламыз. Одан кейін бұл скульптор гипсі ақ болу үшін осындай диоксид титанды қосатын боламыз. 6-8% қосатын боласыздар. Және мрамор техникасын осындай сухой пигментпен жасаймын. Менде бұл темный серый пигменті. Өлшеу үшін осындай таразы және су, одноразовый стаканымыз, шпажка, мрамор техникасын жасау үшін және қасық қажет болады. Ең маңызды бөлікке де келіп жеттік. Біз таразымызды қосып, формамызды қойып аламыз және оны 0 қылып аламыз. Одан кейін ішіне толтырып су құятын боламыз. Судың мөлшері сіздерде басқа болуы мүмкін. Дәл осындай форма болса да, бұл бізде китайский форма болғандықтан шыққан санды мұқият жаттап алыңыздар. Бұл шыққан санды біз көбейтеміз, 1,635-ке көбейтеміз. Тембл әдісінде шыққан сан округлять еткенде бізде 200 шықты. Бұл бізде гипс. Енді қыздар, гипсімізді көбейтеміз 28% суға. Одан кейін бөлеміз 100-ге. Сонда бізде суды қанша грамм құятынымыз шығатын болады. Дәл осылай қайталасаңыздар, сіздерде формада дәл гипс пен дәл су шығады. Су сіздерде аз көрінуі мүмкін, бірақ бұл бізде скульптор гипсі үшін аз емес. Сіздерде Г16 болса, онда ол формула жасамайды оған, онда басқа формула жүреді. Скульптор гипсінде біздер 30%-ке дейінгі аралықта ғана су алатын боламыз. Біз бұнда 28% су алған болатынбыз. Жаңағы формуламен солай есептейтін боласыздар. Түсінбей жатсаңыздар, сұрауларыңызға болады. Елу 6 грамм суымызды, 200 грамм гипсімізді өлшеп алдық. Енді таза одноразовый стаканымызға біз осы екеуін араластырып құятын боламыз. Ең алдымен біздер осы диоксид титанды қосатын боламыз. Қыздар, менде көзбен қосамын. Сіздерде 6-8% есептеп қоссаңыздар болады, немесе мен секілді көзбен есептей берсеңіздер де болады. Диоксид титанды қосқаннан кейін ең алдымен осы жерде біз су қосамыз. Көбі маған бірінші неге су қоспайсыз деп Г16 гипсінде айтып атырады. Бұл бізде скульптор гипсінде жүреді. Ең алдымен біз су құйып аламыз, диоксид титанмен араластырып. Одан кейін гипсімізді жайлап қоса беретін боламыз. Барлығын мұқият араластырғанда сіздерде құймақтың тестісіндей қою смес пайда болатын болады. Енді дайын болған смесімізді кішкентай одноразовый стаканға кішкене бөлігін құйып алатын боламыз. Оған біз серый пигментімізді араластырамыз. Жақсылап араластырғаннан кейін серый түсімізді біз ақ түсімізге шпажканың көмегімен кішкене капт етіп араластырып біз мрамор жасайтын боламыз. Содан соң оны формамызға құятын боламыз. Мрамор кетіп қалғаннан кейін тағы да
тері түстен қоссаңыздар болады. Осылай қайталау арқылы барлық смесімізді біз формамызға құйып алатын боламыз. Одан кейін формамызды қозғамай 30-40 минутқа кебуге қоятын боламыз. Содан кейін формамыздан шығарып 7 күнге кептіретін боламыз. Арада 40 минут өткеннен кейін біз формамыздан осылай шығаратын боламыз. Формадан шығаруды жақсы білетін шығарсыздар. Бір шетінен бастап аккуратно ашатын боламыз. Міне қыздар, осындай нежный мрамор шыққан болатын менде. Осыны енді кебуге қоятын боламыз құрғақ жерге. Келесі формамыз бізде осындай зубный щетка салатын форма. Сіздерге бұл жерде қалай өлшегенім туралы көрсетпеймін, өйткені жаңағы басындағы формуланы қолданатын боласыздар. Бұл жерде мен өлшеп дәптеріме жазып қойған болатынмын. Сіздерде бір өлшеп тетрадтарыңызға қанша гипс, қанша су керектігін жазып қойсаңыздар, соған қарап келесіде өлшей беретін боласыздар. Маған осылай 136 грамм су қажет болды. Және дәл жаңағыдай диоксид титанды қосамыз. Одан кейін гипсімізді қосып, дәл біріншідегідей смес жасап қайталайтын боламыз. Видеоның басында жидкий мылоның формасын көрген шығарсыздар. Оны жасамаған себебім, ол кішкене қисық, бір-біріне формасы келмейді екен, және мраморға көп воздух қалып қоя береді. Сіздерге оны келесіде үйрететін боламын. Осы форманы шешу көбіне қиын болып жатады. Ең алдымен осылай жанын артқа қарай айналдырып аласыздар, сосын жаймен төменге қарай түсіреміз. Керісінше қарай айналдырып алып, осылай жоғарыға қарай тартып, сыртқы бөлігін шешіп аламыз. Одан кейін ішкі бөлігін жайлап босатып, мен көрсетіп жатқандай шешетін боласыздар. Қалған формаларды да осылай құятын боламыз. Енді сіздерге форманы, гипсті, жаңағы диоксид титан барлығын қай жерден алғанымды жеке-жеке магазиндерімен төменде қалдыратын боламын. Сол жерден описанияны бассаңыздар, сол жерден астында шығатын болады. Сонан көрсеңіздер болады. Сұрақтарыңыз болса комментарияда немесе менің Instagram аккаунтыма жазсаңыздар, мен жауап беремін. Қалған формаларды да дәл солай қайталайтын боламыз. Крышкада кішкене воздух қалып қояды, сондықтан жайлап құйғандарыңыз жақсы. Енді менде 30 диаметрлік осындай қалың форма алған болатынмын. Бұл жерде өте көп гипс қажет болады, және ішіндегі суды өлшеу ол кішкене қиындыққа соқты. Таразыға сыймағасын, мен ең алдымен ішіне су құйып, оны бөлек ыдысқа құйып алып, содан кейін таразыға өлшеген болатынмын. Сіздер де солай істесеңіздер болады. Бұл біздерде ең бірінші шыққан кезіндегі формаларымыз. Бұлар бізде 7 күннен кейін аппақ болады. Қазір сіздерге сері болып тұр, өйткені бұнда әлі дымқылдық бар. 7 күннен кейін келесі видеомда сіздерге результатын көрсететін боламын. Каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Мені қолдап жүргендеріңізге рахмет. Келесі видеомда көріскенше.